Ерітінділер тақырыбы бойынша есептердің келесі типі, үшінші типті бастайық. Енді бұл есептердің жалпы логикасы ерітіндіні сұйылту және қоюлатумен байланысты. Енді бұл есептерді жақсы шығару үшін ең алдымен теңдеу құрастырамыз. Сол теңдеуді құрастырғаннан кейін соны шешу үшін мен сіздерге бірнеше теңдеуді беріп отырмын. Соны бірге шешейік. Содан кейін сіздерде кішкене теңдеуді шешуге деген практика болады. Мысалы үшін мына теңдеуден біз x табатын болсақ, оны қалай істейміз? Біз үстінде өзін қалдырамыз. 0,5 деп, x деп. Одан кейін астыңғы бөлімін біз не істейміз? Көбейтеміз жеке-жеке мына мәнге. Сол кезде x-ті көбейтсек 0,35-ке 0,35 x шығады. Қосылған 100-ді көбейтсек 0,35-ке бізде 75 шығады. Осыдан біз 0,75-тен 0,5 азайтсақ тең болады минус 0,25 x шығады екен. Тең болады 75 шығады. Сонда x табу үшін не істейміз? 75-ті бөлеміз 0,25-ке. Сонда минус 3 шығады екен. Дұрыс жауабы осы. Келесі теңдеу шығаратын болсақ, үстінің өзін қалдырамыз. А қосылған 10 деп. Одан кейін астын жеке-жеке көбейтеміз 0,6-ға. Сол кезде А қосылған 10 тең болады. А-ны көбейтсек 0,6-ға бізде 0,6 А шығады. Ал 50-ді көбейтсек 0,6-ға бізде шығады екен 30 шығады. Ары қарай, мына бір А ғой бізде. Сол бір Адан 0,6 аны азайтсақ бізде 0,4 А шығады. Одан кейін 10 мына жаққа минус болып келген кезде бізде минус 10 болады. Сол кезде 30-дан 10-ды азайтсақ бізде 20 шығады. Сонда аны табу үшін 20-ны бөлеміз 0,4-ке. Сол кезде бізде болады екен 20 бөлінген 0,4 тең болады 50 шығады. Келесі есепте бізде үстін өзін қалдырамыз. 2n астын жеке-жеке көбейтеміз 1,5-ға. Сол кезде 1,5-мен қосылған 15-ті көбейтсек 1,5-ға бізде 22,5 шығады. Одан кейін 2n-нан біз 1,5-мен азайтсақ, өйткені ол минус болып келеді мына жаққа. 0,5 болады, тең 22,5. Содан кейін енді табу үшін не істейміз? 22,5-ті бөлеміз 0,5-ке. 22,5 бөлінген 0,5. Сол кезде бізде 45 шығады екен. Келесі есепте z минус 5, z минус 15 дейді, я? Оны шығару үшін z минус 5 тең болады 1,2 z азайтылған 15 көбейтілген 1,2 тең 18 шығады. Одан кейін z мына жаққа барса бізде, сонда бізде шығады екен 0,12 z болады. Ал 18-іміз мына жаққа плюс болып барады. Сол кезде бізде 18-ден 5 азайтсақ бізде 13 шығады. Содан кейін z табу үшін сол 13-ті бөлеміз 0,2-ке. Сол кезде бізде шығады екен 65 шығады екен. Дәл осылай шығара бересіздер. Келесі есепте үстін өзін қалдырамыз. 0,1x асын көбейтеміз 0,05-ке. Сонда 0,05x қосылған 90-ды көбейтсек 0,05-ке бізде 4,5 шығады. Ары қарай 0,1-ден азайтсақ 0,05-ті бізде 0,05 шығады x. Тең 4,5. 4,5-ды бөлсек 0,05-ке бізде шығады екен x тең сонда 90 шығады. Келесі есепте біз не істейміз? 0,8-ді мынаған көбейтеміз. Сол кезде бізде 0,8p қосылған 24 тең болады. Үсті жазылады 4p-ның өзі. Одан кейін 24-дің өзі қала береді. 4p-дан азайтамыз 0,8-ді. Сол кезде бізде тең 3,2 p қалады. Содан кейін p-ны табу үшін 24-ті бөлеміз 3,2-ке. Сонда 7,5 шығады екен. Менің ойымша осы теңдеулерді шешу сіздерге аз да болса пайдалы болады деп ойлаймын алдағы тақырыпты түсінуде.
ары қарай үшінші типті есептерін жалғастырамыз. Ерітіндіге су қосу, яғни ерітіндіні сұйылту. Бұл есептердегі негізгі идея, егер ерітіндіге су қосқанда еріген заттың массасы өзгеріске ұшырамайды, өзгермейді еріген заттың массасы. Бірақ ерітіндінің жалпы массасы артады, сонымен қатар судың мөлшері артады, бірақ пайызы түседі. Мысалы, сіз 20%-ық ерітіндіге су қоса берсеңіз, оның ары қарай пайызы 20-дан жоғары болмайды, яғни 19-18 деп төмен қарай азаяды, өйткені ол сұйылады ерітінді. Сонымен мына есепті көріп жіберейік. Массасы 200 грамм, проценті 40%-ық қышқыл ерітіндісінен 10%-ық ерітінді алу үшін қанша грамм су қосу керек дейді. Яғни біздің мақсат мынау тұрған ыдыс арқылы шығарылатын болсақ, көріп отырсыздар. Бізде 200 грамм ерітінді бар. Оның ішіндегі таза пайызы бізде, еріген заттың пайызы бізде 40%. Яғни 200-ді көбейтсек 0,4-ке бізде шығады екен 80 грамм болады. Сол кезде бізде бірінші ерітінді бар, ішінде еріген зат 80 грамм. Ал енді осыдан 10%-ық ерітінді алу үшін дейді, яғни соңғы алынатын ерітіндінің пайызы бізде 10% болады. Бірақ оның ішіндегі масса, еріген заттың массасы 80 грамм болып қала бермек. Соңғы ерітіндіде 10%-ымыз бізде 80 грамм болса, онда барлық ерітіндіміз бізде қанша пайыз болады? Әрине 100% болады. Сол x грамм болады, сонда x тең болады бізде 800 грамм болады. Яғни бізде барлық ерітінді сонда 800 грамм болатын болса, соңғы ерітінді, бастапқы ерітіндіміз 200 грамм болса, онда қосылатын судың массасы бізде қанша екен? 600 грамм екен. Өсіп шығаруға болады. Бұл бірінші әдіс. Екінші әдіс теңдеу құру арқылы шығаруға болады. Ол кезде біз қосылатын судың массасын x деп белгілейміз. Сол кезде бізде барлық ерітіндінің массасы 200 қосылған x болады. Енді осыдан табатын болсақ, бізде омега тең болады. Бізде әрине су қоссақ, ешқандай еріген заттың массасы өзгермейді. Сондықтан да басында 80 грамм болса, соңында да 80 грамм болып қала береді. Бірақ ерітіндінің массасы бізде 200, ол бастапқы ерітінді, одан кейін қосылатын суымыз x грамм болады. Тең болады бізде соңғы ерітіндінің пайызы 10%, немесе 0,1 болады екен. Осыдан x табатын болсақ, не істейміз? 80-нің өзі қала береді. Астыңғы 200 бен x-ті 0,1-ге жеке-жеке көбейтеміз. Сол кезде 200-ді көбейтсек 0,1-ге бізде 20 шығады, қосылған 0,1 x шығады. Енді осыдан 20 мына жаққа минус болып барады, бізде 60 тең болады 0,1x. Сонда 60-ты 0,1-ге бөлсек, x тең болады бізде 600 грамм шығады екен. Осы екі әдістің екеуінде қарап салыстырып, өздеріңізге ұнайтын таңдайсыздар. Келесі есеп алдыңғы есептің логикасына өте ұқсайды. Өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Видеоны паузаға қойып, алдымен шығара беремін. Бізде жалпы алатын болсақ, 3 ыдыс бар. Бастапқы ерітінді бізде 300 грамм. Ішінде 25% еріген зат бар. Яғни ол деген сөз бізде 75 грамм деген сөз. Сонда 300 граммның ішінде таза еріген зат бізде 75 грамм екен. Енді соңғы ерітіндіміз бізде қанша пайыз? 5%. Сонда қосылатын суымыздың массасы x болады. Сол кезде бізде барлық ерітіндінің массасы болады екен 300 қосылған x. Осыдан теңдеу шығаратын болсақ, енді бізде мұнда 75 грамм болса, су қосылса, әрине мұнда тоже 75 грамм болады. Сол кезде омега тең болады бізде 75 бөлінген 300 қосылған x тең болады. Соңғы ерітіндінің пайызы бізде 5%, немесе 0,05 шығады. Осыдан 100-ге бөлдіреміз, x табатын болсақ, ол үшін 75-дің өзін жазам. Астын көбейтем, 300-ді көбейтем 0,05-ке. Сонда бізде 300 көбейтілген 0,05 тең болады 15 грамм шығады. Қосылған 0,05 x болады. Енді 75-тен 15 азайтсам бізде 60 болады, тең болады 0,05 x. 60 бөлінген 0,05 тең болады 1200 шығады екен. X тең 1200 шығады екен. Енді не болмаса, жаңағы өздеріңіз бірінші әдістегі сияқты
көрсеңіздер болады. Яғни 75 грамм тең болады 5%, 100% ерітіндіміз бізде x деп. Сонда x тең болады бізде 75-ті 100-ге көбейтіп 5-ке бөлсек тең болады 1000 жарым болады. Ол соңғы ерітіндінің массасы. Бастапқы ерітіндіміз 300 болса, әрине суды табу үшін не істейміз? Сол 1000 жарымнан 300-ді азайтамыз. 1000 жарым минус 300 тең болады 1200 грамм су екен. Келесі есепте массасы 400 грамм 15%-ық натрий гидроксиді ерітіндісін 15%-ға ерітіндіні 6%-ға дейін сұйылту үшін қанша миллилитр су қосу керек дейді. Мынау есептің логикасы алдыңғы есепке ұқсайды. Шығаратын болсақ, бізде бастапқы ерітінді бізде 400 грамм, оның ішінде 15% бізде болады 60 грамм, ал соңғы ерітіндіміз бізде 6%, ол тең болады 60 грамм. Себебі су қосып жатырық. Сол кезде бізде судың массасын x деп алсақ, онда бізде жалпы масса 400 қосылған x болады. Сол кезде бізде омега тең болады масса таза заттық 60 грамм, ал жалпы ерітіндінің массасы 400 қосылған x тең болады. Бізде соңғы ерітіндіміз әрине 6%, ол деген сөз 0,06. Сонда 60 тең болады 400 көбейтілген 0,06. Тең 24 шығады. Қосылған 0,06x. Сонда 36 тең болады 0,06x. Сонда 36-ны бөлсек 0,06-ға x тең болады бізде 600 шығады. Бұл бізде қосылатын судың массасы. Енді судың тығыздығы 1-ге тең болғандықтан 600 мл су ол тең болады 600 грамм болады. Яғни бізге бәрібір 600 мл не 600 грамм не, өйткені судың тығыздығы 1-ге тең. Келесі есеп алдыңғы есепке кері болып табылады. Яғни 10%-ық 900 грамм ерітінді дайындау үшін 60%-ық ерітіндінің қандай массасын алып оны сумен сұйылту керек дейді. Жақсы. Бізде 900 грамм 10%-ық. Яғни бізде ішінде 90 грамм бар деген сөз, еріген зат. Енді бізде алынатын ерітіндіміз 60%, ал оған қосылады бізде не? Су қосылады. Енді бізде су қосылатын болса, еріген заттың массасы өзгермейді. Яғни мұнда 90 грамм болса, значит ол бізде 60%-да 90 грамм деген сөз. Сонда 60% тең болады 90 грамм, ал жалпы ерітіндіміз 100%-іміз x грамм болсын. Сонда x тең болады 90-ды 100-ге көбейтіп 60-қа бөлеміз. Тең болады 150 грамм болады екен. Үшінші типтің келесі түрі ерітіндіге таза зат қосу. Негізгі идеясынан да ерітіндіге таза зат қосқан кезде еріген заттың да ерітіндінің де жалпы массасы да пайызда артады. Мысалы, сіз ішінде қанты бар сиропқа сіз одан сайын қант қоса берсеңіз, оның тәттілігі артады. Яғни оның пайызы артады. Мысалы үшін басында 10% қант болса, кейін ол 20%, 30% болып пайыз артады. Сонымен қатар сіз қант қосқан сайын оның массасы артады. Өйткені ол ауырлай береді ғой ерітінді. Сол кезде бізде әрі пайыз артады, пайыз концентрация, әрі массасы артады екен. Осыны түсіну керек. Сонда шығаратын болсақ, мына екі есептің екеуі де бір-біріне ұқсайды. Астындағысын шығара салайық. Массасы 180 грамм натрий хлориді ерітіндісі 15%. Оған 20 грамм таза тұз қосылды. Жаңа ерітіндінің концентрациясын табыңыз дейді. Ыдыстың суретін салатын болсақ, не көріп отырсыздар. Сол кезде бізде бастапқы ерітінді 180 грамм 15%-ық. Яғни 180-нің 15% бізде 27 грамм болады екен. Одан кейін оған біз не қостық? 20 грамм тұз қостық. Ал мынау 27 грамм тұз бастапқыда. Сол кезде бізде соңғы
ыдысымыздағы жалпы масса әрине бізде 200 грамм болады, себебі біз 180-ге 20-ны қостық. Ал тұздарымыз сәйкесінше бастапқы ерітіндіде бізде 27 болған, екінші қосылған тұзымыз ол бізде 20 грамм, сонда бізде жалпы 47 грамм тұз болады. Сонда омега тең болады масса еріген зат бөлінген масса ерітінді. Осы жерден бізде масса еріген зат бізде қанша грамм? 47 грамм. Ал масса ерітінді қанша грамм? 200 грамм. Сонда 47-ні 200-ге бөлсек, 100-ге көбейтсек, тең болады 23,5% шығады екен. Келесі есеп алдыңғы есепке ұқсайды, бірақ суды буландыру есептері. Мысалы, ыдысын салып қоятын болсам, көріп отырсыздар. Бізде бастапқыда 500 грамм ерітінді болған, оның ішінде таза еріген заты бізде қанша пайыз? 10% болды. Сонда ол деген сөз, бастапқы ерітіндінің құрамында бізде 50 грамм тұз болған. Ал 90% су болған, 90% суыңыз сізде қанша грамм? 50 грамм, общий 500 болса, әрине ол 450 грамм болады. Содан 100 грамм суды буландырған, яғни бізде минус сонда 100 грамм су. Сол кезде бізде ерітіндіміз 500 емес, 400 қалады соңында. Ал бірақ су буланғанмен де тұз буланбайды, яғни мынаның ішінде бізде 50 грамм тұз солай қала бермек. Сонда бізде жалпы ерітіндінің массасы бар, тұзымыз 50 грамм, ал суымыз әрине бізде 450 болған, енді қанша қалады? 350 грамм қалады екен. Сонда үлесін табатын болсақ, не істейміз? Еріген затымыздың массасы бізде 50 грамм, ал жалпы ерітіндінің массасы бізде 400 грамм. Сонда 50-ді 400-ге бөлсек, бізде 12,5% шығады екен, 100-ге көбейтсек. Мына есептінде шығарылу жолы соған ұқсас. 400 грамм 20%-дық, 100 грамм су буланған, қалған ерітіндінің концентрациясы қандай дейді. Сонда бізде алатын болсақ, 400-ді 20% қанша әрине бізде? 80 грамм болады. Сонда омега тең болады бізде. Енді жалпы бізде еріген затымыз 80 грамм болып қала бермек. Ал ерітіндіміз бізде 400 болған, минус 100 грамм, сонда 300 грамм қалады. Сонда 80 бөлінген 300 тең болады 26,7% шығады екен. Келесі есеп ерітіндіні қоюлатуға арналған, яғни 240 грамм 15%-дық ерітіндіден 30%-дық ерітінді жасау үшін қанша грамм таза натрий OH-ты қосу қажет дейді. Енді ол үшін ыдыстың суретін салайық тағы да. Енді көріп отырсыздар, бізде бастапқы ерітіндіде жалпы масса 240 грамм болды. Оның ішіндегі таза еріген затымыз бізде қанша пайыз екен? 15%. Сол кезде ол тең болады бізде 36 грамм болады. Енді соңғы ерітіндіміз бізде 30% дейді. Ал және де оған 30% жасау үшін қанша грамм тұз қосу керек дейді. Енді бұл есептерді шығару үшін әрине біз теңдеу құруға тура келеді. Сонда қосатын тұздың массасын біз не боламыз? X деп аламыз. Ал сонда жалпы ерітіндінің массасы бізде 240 қосылған X болады. Осыдан теңдеуді шығаратын болсақ, не істейміз? Омега тең болады бізде масса еріген затымыз әрине бізде не болады? Қосылатын заттар бізде қайсысы? 36 грамм, таза затқа қосылады таза зат X грамм. Сонда бізде 36 қосылған X болады. Өйткені X бізде таза заттың өзі. Бірақ сонымен қатар ерітіндінің де массасы сол X-қа артады екен. Бізде бастапқы ерітіндінің массасы 240 грамм болды. Оған қосылады еріген заттың массасы, таза натрий OH-тың массасы. Енді осы қатынас еріген заттың массасының жалпы ерітіндіге қатынасы тең болады бізде 30% немесе 0,3 болады екен. Енді осыдан X шығаратын болсақ, үстінің өзін қалдырамыз. 36 қосылған X тең болады 240-ты көбейтсек 0,3-ке тең 72 грамм болады. Қосылған 0,3 X болады. Енді 36-дан жаққа барғанда ол минус болып барады. Сонда бізде 72-тен 36-ны алсақ 36 қалады. Ал X-дан 0,3-ті алсақ бізде әрине 0,7 X болады. Енді X табу үшін не істейміз? X табу үшін сол 36-ны бөлеміз 0,7-ге.
36 бөлінген 0,7 тең болады бізде 51,43 грамм екен. 51,43 грамм. Осы бізде жауабы. Енді келесі есептің шығарылуы тура алмайды осы 19-ші есептен, сондықтан шығармай ақ қояйын, өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Келесі есебіміз алдыңғы есепке қарама қарсылау, яғни кері есебі. 200 грамм 10% ерітінді концентрациясын 20%-ға жеткізу үшін қанша грамм таза тұз қосу керек дейді. Суретін салатын болсақ, бұл бізде бастапқы ерітіндіміз 200 грамм, оның ішіндегі 10% ол тең болады 20 грамм. Бұл бізде еріген заттың массасы. Енді соның пайызын 25 граммға жеткізу үшін дейді, 25%-ға. Соңғы пайызымыз бізде 25%. Сонда қосылатын тұзымыздың массасы X болады. Жалпы масса бізде 200 қосылған X болады. Сонда ал еріген заттың массасы әрине бізде 20 таза зат қосылған X болады. Себебі X деген бізде ол таза заттың өзі. Сонда омега тең болады бізде. Таза затымыз бізде 20 қосылған X, ал жалпы ерітіндіміз 200 қосылған X. Осы тең болады бізде соңғы пайызымыз 20%-ға немесе 0,2-ге тең болады. Осыдан X табатын болсақ, үстінің өзін қалдырамыз. 20 қосылған X деп асын көбейтеміз. 200-ді көбейтсек 0,2-ге 40 шығады. Қосылған 0,2 X болады. Енді ары қарай 40-тан 20 азайтсақ бізде 20 қалады. X-тан 0,2-ні азайтсақ 0,8 X болады. Сонда 20-ны 0,8-ге бөлсек X тең болады бізде 25 грамм екен. Яғни бізде 25 грамм тұз деген сөз. Келесі есепте тығыздығы 1,84 грамм бөлінген миллилитр 96%-ық күкірт қышқылынан тығыздығы 1,07 500 миллилитр 10%-ық ерітінді дайындау үшін бастапқы қышқылдың қандай көлемі қажет дейді. Енді бұл есеп алдыңғы есептерден қарағанда күрделірек, өйткені бұның ішінде тығыздық, пайыз деген сияқты параметрлар көбейген. Жақсы, енді алдымен ыдыстың суретін салайық, сол кезде түсінікті болады деп ойлаймын. Бізде соңғы ыдысымыздың көлемі қанша миллилитр? 500 миллилитр. Және тығыздығы бар. Біз сол арқылы соңғы ерітіндінің массасын анықтаймыз. Сол кезде бізде 500 миллилитр болса, тығыздық тең 1,07 екен. Сонда массаны табу үшін масса тең болады ρ көбейтілген V. Сонда 500 көбейтілген 1,07. 500 көбейтілген 1,07 тең болады бізде 535 шығады екен. 535 грамм шығады. Енді сол 535 граммның ішіндегі таза пайызы бізде 10% екен. Яғни сонда алатын болсақ, бізде массамыз 535 грамм. Ал ішіндегі таза масса бізде масса тең болады 535 көбейтілген 0,1 тең болады бізде 53,5 грамм болады екен. Таза зат бізде 53,5 грамм. Енді сол 53,5 грамм күкірт қышқылы таза. Ол мына ерітіндінің ішіндегі 96%-ды құрайды екен. Өйткені бұл бізде сұйылту есебі ғой. Мына 96% болған. Ал соңғы ерітіндіміз бізде қанша пайыз? 10% сұйылту жүріп жатыр. Яғни біз оған не қосамыз? Су қосамыз. Сол кезде мына 53,5 грамм ол бізде мына бастапқы ыдыстың 96% екен. Яғни сол кезде пропорция ұрамыз. 53,5 грамм ол бізде 96%, ал жалпы ерітіндіміз сол кезде бізде 100% болады екен. Сонда X табу үшін 53-те 5-ті 100-ге көбейтіп бөлеміз 96-ға. Тең болады 55-те 73 грамм шығады екен. Бұл бізде сол бастапқы ерітіндінің массасы, массасы. Бастапқы қышқылдың көлемін табу үшін не істейміз? Көлемін табу үшін әрине біз массаны бөлеміз тығыздыққа. Тең болады 30-да 29 шығады. 30,29 жуық шамамен 30,3 миллилитр шығады екен. Дұрыс жауабы міне осы.
Сонда бұдан шығатын қорытынды масса мен көлем тең емес. Су үшін ғана ол тең. Ал басқа ерітінділер үшін міне көріп отырсыздар, массасы 55 грамм, ал көлемі 30 миллилитр. Сонда өте үлкен айырмашылық бар. Келесі есебімізді шығаратын болсақ, 10% ерітінді алу үшін 400 грамм 5% ерітіндіге қанша грамм 50% ерітіндіні қосу керек дейді. Енді бұл есеп ерітіндінің тақырыбына арналған күшті есептердің бірі. Бізде алу үшін деп айтса, ол соңғы ерітінді болып табылады, яғни 10%. Бізде 400 грамм 5% ерітінді бар. 400 грамм, оның 5% бізде әрине қанша грамм болады екен? 20 грамм болады екен. Сонда бізде бірінші ерітіндінің құрамында 20 грамм еріген зат бар. Жалпы массасы 400 грамм. Осыған қосылатын 50% ерітіндінің массасын біз X деп алатын болсақ, онда сол ерітіндінің ішіндегі таза еріген заттың массасы тең болады 0,5X болады, себебі ол 50% құрайды. Ал жалпы ерітіндіміз сол кезде бізде 400 қосылған X болады. Ал еріген заттың массаларының жиынтығы бізде 20 қосылған 0,5X болады. Өйткені бізде еріген зат, мынау да еріген зат. Мынау ерітінді жалпы. Осыдан теңдеуді шығаратын болсақ, омега тең болады бізде. Еріген заттарымыз 20 қосылған 0,5X, ал жалпы ерітінді бізде 400 қосылған X болады. Осылар тең болады бізде. Соңғы ерітіндіміз 10% немесе 0,1 шығады. Осыдан X табатын болсақ, 20 қосылған 0,5X тең болады. 400-ді көбейтсек 0,1-ге тең болады. 40 шығады, қосылған 0,1X шығады. 40-тан 20-ны азайтсақ, бізде 20 болады. Ал 0,5-тен 0,1-ді азайтсақ, бізде 0,4X болады. Сонда X табу үшін 20-ны 0,4-ге бөлеміз. Сонда тең болады 50 грамм шығады екен. Дұрыс жауабы 50 грамм 50% қосу керек дейді. Осымен бізде ерітінділер тақырыбына арналған үшінші есептеріміз бітті.